Бүгін біз сіздермен бірге ең қызықты және жұмбақ тақырыптардың біріне тоқталамыз. Болашақтан келгендер немесе өткеннен оралғандар. Уақыт саяхаты туралы ой адамзатты ғасырлар бойы толғандырып келеді. Бүгін біз осы жұмбақ құбылыстың ең таңғажайып оқиғалары мен болжамдарын зерттейміз. Джон Тайтер мен Андрю Карлсон сияқты өздерін уақыт саяхатшыларымыз деп атаған адамдардың таңғажайып әңгімелерін естиміз. Физика заңдарына сәйкес өткенге саяхат жасау мүмкін бе деген сұраққа жауап іздейміз және осы саладағы ең соңғы ғылыми зерттеулерді қарастырамыз. Ендеше бастайық. Бұл саяхат сіздің ойыңызды бұрып, уақыт пен кеңістік туралы түсінігіңізді өзгертуі мүмкін. Дайын болыңыздар. Себебі біз сіздерді уақыттың құпияларына толы саяхатқа алып барамыз. Бүгінгі әңгімеміздің басты кейіпкері Джон Тайтер. Гипімен жылдың қараша айында интернет форумдарында пайда болып, әлемді дүр сілкіндірген есім. Өзін 2036 жылдан келген уақыт саяхатшысымын деп таныстырған Тайтер, болашақтағы әлем туралы таңғажайып болжамдар жасап, адамзаттың тағдырына қатысты құпияларды ашты. Тайтердің айтуынша, ол уақыт машинасы арқылы өткенге саяхат жасау мүмкіндігіне ие, арнайы әскери миссия шеңберінде біздің уақытымызға келген. Оның басты мақсаты 1975 жылы шығарылған IBM 500 компьютерін табу еді. Бұл ескірген компьютер, Тайтердің айтуынша, болашақта туындайтын жаһандық компьютерлік апаттың алдын алу үшін өте маңызды болған. Тайтердің болжамдары арасында ақш-тағы азаматтық соғыс пен жаһандық ядролық қақтығыс туралы айтылғандықтан, оның әңгімесі көпшіліктің зәресін ұшырды. Ол сондай-ақ болашақта интернеттің одан әрі дамып, виртуалды шындық технологияларының кеңінен таралатынын, ал адамзаттың басты проблемаларының бірі экологиялық апаттар болатынын айтты. Джон Тайтердің әңгімесі интернет қолданушылары арасында үлкен қызығушылық тудырып, көптеген пікірталастар мен теорияларға негіз болды. Кейбіреулер оның әңгімесіне сеніп, оны шынымен де болашақтан келген саяхатшы деп санаса, басқалары оны жай ғана талантты алаяқ деп есептеді. Тайтердің өзі 2001 жылдың наурыз айында интернеттен жоғалып кетті. Ол кеткеннен кейін де оның құпиясы әлі күнге дейін шешілмей келеді. Джон Тайтердің оқиғасы уақыт саяхаты туралы қызықты сұрақтарды тудырады. Егер біз шынымен де болашақтан келген саяхатшылармен кездесіп отырсақ, олар біздің әлемге қандай әсер етуі мүмкін? Олардың болжамдарына сенуіміз керек пе? Әлде оларды тек қана қиялдың жемісі деп санауымыз керек пе? Бұл сұрақтарға бір жақты жауап беру мүмкін емес. Бірақ Джон Тайтердің оқиғасы бізді уақыт пен кеңістік туралы ойлануға мәжбүр ететіні сөзсіз. Уақыт саяхатшылары туралы ең таңғажайып оқиғалардың бірі 2003 жылы ақш-та болған еді. Андрю Карлсон есімді жас жігіт 2 апта ішінде акция нарығында $800 $350 миллион айналдырып күдік тудырды. Оның қысқа мерзімде осындай табысқа қалай қол жеткізгенін ешкім түсіне алмады. Қаржылық қылмысқа күдіктелген Карлсон тұтқындалды, бірақ ол тергеушілердің алдында таңғажайып мәлімдеме жасады. Ол өзінің 2056 жылдан келген уақыт саяхатшысы екенін және болашақтағы акциялар нарығы туралы барлық ақпаратқа ие екенін айтты. Карлсонның айтуынша, ол уақыт машинасы арқылы өткенге саяхат жасап, өзінің білімін байып, атақты болу үшін қолдануды жоспарлаған. Алайда Карлсонның әңгімесіндегі кейбір сәйкессіздіктер мен дәлелдемелердің жоқтығы оның сөзіне күмән келтірді. Кейіннен оның жалған есіммен жұмыс істегені және алаяқтық әрекеттерге барғаны анықталды. Карлсонге қаржылық қылмыстар үшін айыптаулар тағылды, бірақ ол түрмеден қашып кетіп, із-түзсіз жоғалып кетті. Кейбіреулер Карлсонды шынымен де болашақтан келген саяхатшы деп санап, оның қамауға алынуын уақытша парадокс деп түсіндірді. Алайда көпшілік оны тек қана ақша мен атаққа деген құштарлыққа берілген алаяқ деп есептеді. Андрю Карлсонның оқиғасы уақыт саяхаты туралы мифтер мен шындықтың ара-жігін ажыратудың қаншалықты қиын екенін көрсетеді. Ол сондай-ақ адамдардың болашақты білуге және өз пайдасына қолдануға деген құштарлығын айқын көрсетеді. Уақыт саяхаты туралы әңгімелерді естігенде, біздің ойымызға бірден бұл мүмкін бе деген сұрақ келеді. Ғылым бұл туралы не дейді? Физика заңдарына сәйкес өткенге немесе болашаққа саяхат жасау мүмкін бе? Қазіргі физика теориялары
уақыт саяхатының мүмкін болуы туралы нақты жауап бере алмайды. Алайда Альберт Эйнштейннің салыстырмалық теориясы уақыттың абсолютті емес, салыстырмалы екенін көрсетеді. Уақыттың жылдамдығы гравитация мен жылдамдыққа байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, жылдам қозғалатын объект үшін уақыт баяу өтеді. Бұл құбылысты уақыттың кеңеюі деп атайды. Теориялық тұрғыдан алғанда, егер біз жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғала алсақ, болашаққа саяхат жасай аламыз. Өткенге саяхат жасау күрделірек мәселе болып табылады. Кейбір физиктер құрт тесіктері деп аталатын гипотетикалық қарыштық туннелдер арқылы өткенге саяхат жасау мүмкін деп есептейді. Алайда құрт тесіктерінің бар екендігі әлі дәлелденген жоқ. Сонымен қатар, өткенге саяхат жасау көптеген парадокстарды тудырады. Мысалы, егер сіз өткенге барып атаңызды өлтірсеңіз, сіз қалай өмір сүресіз? Бұл атасы парадоксы деп аталады және уақыт саяхатының логикалық қайшылықтарын көрсетеді. Қорытындылай келе, физика заңдары уақыт саяхатының мүмкін еместігін жоққа шығармайды, бірақ оны жүзеге асыру өте қиын болуы мүмкін. Уақыттың құпияларын ашу үшін ғалымдарға әлі де көп зерттеулер жүргізу қажет. Төртінші бөлім – өткеннің құпиялары, аңыздар мен әңгімелер. Уақыт саяхаты туралы идея тек қана ғылыми фантастикада емес, сонымен қатар көптеген мәдениеттердің мифологиясында, аңыздары мен ертегілерінде де кездеседі. Бұл әңгімелер адамзаттың уақыттың сызықтық емес табиғатын түсінуге деген ежелгі қызығушылығын көрсетеді. Мысалы, грек мифологиясында Зевстің ұлы Геракл өлілер еліне түсіп, өлгендермен кездесу үшін уақыттың шекарасын кесіп өтеді. Жапон мифологиясында Урасима Таро есімді балықшы теңіз астындағы сарайға барып 3 жыл өткізеді, ал ол жер бетіне оралғанда 300 жыл өтіп кеткенін түсінеді. Өткенге саяхат жасау туралы әңгімелерді көптеген халықтардың фольклорынан табуға болады. Бұл әңгімелерде уақыт саяхаты әртүрлі жолдармен, сиқырлы заттар, ерекше қабілеттер немесе құпия жерлер арқылы жүзеге асады. Олардың басты мақсаты өткенді өзгерту, жоғалған махаббатты қайтару немесе тарихи оқиғалардың куәсі болу. Бұл әңгімелердің көпшілігі метафоралық мағынаға ие және адамдардың өткенге деген ностальгиясын, өкінішін немесе қызығушылығын білдіреді. Алайда, олар сонымен қатар уақыт саяхатының философиялық аспектілері туралы ойлануға мәжбүр етеді. Егер біз өткенді өзгерте алсақ, бұл біздің болашағымызға қалай әсер етер еді? Өткенді өзгертуге құқығымыз бар ма? Бұл сұрақтарға бір жақты жауап беру мүмкін емес. Бірақ олар уақыт саяхаты туралы ойлау кезінде ескеруіміз керек, маңызды мәселелерді көтереді. Тарих беттерінде уақыт саяхатымен байланысты болуы мүмкін деген бірнеше жұмбақ оқиғалар бар. Бұл оқиғалардың нақты дәлелдемері болмаса да, олардың тылсымдығы мен түсініксіздігі адамдардың қиялын әлі күнге дейін толғандырып келеді. Осындай оқиғалардың бірі 1954 жылы Жапонияда болған еді. Токио әуежайында паспорттық бақылаудан өтіп бара жатқан ер адамның құжаттарында Таурет деп аталатын елдің аты көрсетілген. Ер адамның айтуынша, Таурет Еуропада орналасқан шағын мемлекет, бірақ ол картада мұндай елдің жоқ екенін көргенде таң қалды. Тергеу басталғаннан кейін ер адам жұмбақ жағдайда жоғалып кетті, ал оның құпиясы әлі күнге дейін шешілмей келеді. Тағы бір оқиға 1901 жылы Парижде болды. Екі әйел Версаль сарайының бақшасында серуендеп жүргенде, 18 ғасырдың киімдерін киген адамдар тобын кездестіреді. Әйелдердің бірі кейіннен бұл адамдардың арасында Франция королевасы Мария Антуанеттаны таныдым деп мәлімдеді. Бұл оқиғаны галлюцинация ретінде түсіндіруге тырысқанымен, кейбіреулер әйелдердің шынымен де уақыт порталына тап болған деп сенеді. Бұл оқиғалардың шындыққа жанасатындығына күмәндансақ та, олар уақыт саяхаты туралы қиялдарымызды оятады және біздің әлемнің қаншалықты жұмбақ және түсініксіз болуы мүмкін екенін есімізге салады. Мүмкін біз әлі де уақыт пен кеңістіктің барлық құпияларын аша алмаған шығармыз. Уақыт саяхаты туралы ойлағанда, біздің ойымызға бірден парадокстар деген ұғым келеді. Парадокс бұл логикалық тұрғыдан қайшылықты жағдай немесе тұжырымдама. Уақыт саяхаты парадокстарға толы, себебі ол себеп-салдарлық байланысты бұзуы мүмкін. Ең танымал уақыт парадоксы – бұл атасы парадоксы. Бұл парадокс бойынша,
Егер сіз өткенге барып атаңызды өлтірсеңіз, сіз қалай өмір сүресіз? Сіздің атаңыз өлген болса, сіздің әкеңіз және сіз дүниеге келмеуіңіз керек. Бұл парадокс өткенді өзгерту мүмкін еместігін көрсетеді. Тағы бір танымал парадокс – бұл білім парадоксы. Бұл парадокс бойынша, егер сіз болашақтан өткенге ақпарат әкелсеңіз, бұл ақпараттың қайнар көзі кім? Мысалы, егер сіз болашақтан өзіңіздің өміріңіз туралы кітап әкелсеңіз, бұл кітапты кім жазды? Бұл парадокс болашақтан ақпарат алу мүмкін еместігін көрсетеді. Уақыт парадокстары уақыт саяхатының логикалық қайшылықтарын көрсетеді. Кейбір ғалымдар бұл парадокстардың уақыт саяхатының мүмкін еместігінің дәлелі деп санайды. Басқалары бұл парадокстарды шешуге болады деп есептейді. Мысалы, параллель әлемдер теориясын қолдану арқылы. Параллель әлемдер теориясы бойынша әрбір мүмкін болатын оқиға үшін жеке әлем бар. Яғни, егер сіз өткенге барып атаңызды өлтірсеңіз, сіз басқа әлемде өмір сүретін боласыз. Онда сіздің атаңыз ешқашан өмір сүрмеген. Бұл теория уақыт парадокстарын шешудің бір жолы болуы мүмкін, бірақ ол әлі де гипотеза болып табылады. Уақыт парадокстары уақыт саяхаты туралы ойлау кезінде ескеруіміз керек маңызды мәселелерді көтереді. Олар біздің уақыт пен кеңістік туралы түсінігіміздің шектеулі екенін және болашақ зерттеулер бұл құпияларды ашуға көмектесуі мүмкін екенін есімізге салады.